Қымбат достар деймін да, сіздер қызықсыздар да. Менде билет болса қазір Қайраттың стадионында отпаймын ба, айқайлап. Кеше барып кеттім мен алдынан негізі. Менде билет жоқ. Балам билет сататын болса айтпаймын ба, мен сатпай қой, өзімізге қала салайықшы деп. Менде де достар бар ғой. Ол билет бар ғой, мен баламда жоқ қой. Жолдас балалар салып берші деп айтқан ғой. Инста парақшаңа. Мысалы сіздерге бір сұрақ қойыншы, 2 билет сатып алдыңыздар да сіздер. Белгілі бір себептермен барамай қалдыңыздар Қайраттың ойынына. Оны сіздер не істейсіздер? Өздеріңіз білесіздер ғой. Алып қоясыздар ма үйге, біреуге бере саласыздар ма, үстінен қосып сатасыздар ма? Бұл енді жемқорлық емес, менің ойым. Реал Мадрид бір-ақ рет келіп жатыр ғой міне, Алматыға бірінші рет келіп жатыр, иә? Бір Реал Мадрид, бәрінің көргісі келеді ғой. Ойбай, дей бермеңіздерші, иә? Менің балам жемқор деп жазып қойыпсыздар ғой. Жемқор болғанда қаяқтан ұрлап жатыр екен менің балам? Ойланыңыздар. Өздеріңізде 2 билет бар, иә? Не істейсіздер? Сіздерге сұрақ. Билеттердің темасы тоқтаған шығар десем, сөйтсем әлі тоқтамапты ғой. Бүгін Тенгриньюсқа шығып кетті ғой. Кәдімгі хит болып жатыр екен ғой. Бүкіл новостной порталдарға шығып. Жалпы енді бұқаралық ақпараттарға салып жатқан адамдарға айтарым, ең бірінші мән-жайды білмей, бұлай жалған ақпарат таратқан негізінде болмайды. Бірінші сұрау керек та, рас па, мынау сенің билеттерің ба? Қаяқтан алдың бұл билеттерді деп ше? Бұл Қайраттың билеттері бір киноның билеттері сияқты емес қой. Барып сразу 50-100 билет ала салатындай да, мысалға. Логично дейді ойланып қарасаң да, бір адамға 2 билеттен деді. Мысалы, менде аяқта бір 50 билет ба, бүйтіп скринін салғым ғой, мен историяға ше. Соны вай ол жас 50 билетті 500 мыңнан сатыпты. Сермейді деп ше. Кәдімдей қазақ десең өзіңе тиеді. Пожалуйста, любой тексіздер, мен билет сатпағамын да, мысалы, мен өз-өзіме жауап бере аламын да, ондай кезде. Просто қазақты құртатын, жалпы қазаққа сырттан жау керек емес. Іштен ақ шығады, үйсіп көре алмайшылықтан, көре алмайтындар көп болады, үйді аяқтан шалатындар бар. Осылай қазақтар бір-бірін үйсіп, осылай ақ жоқ қып жере салады да, мысалға. Көре алмаушылық, аяқтан шалу деген нәрсе негізі өте жаман нәрсе. Ең бірінші біліп алу керек мән-жайды, одан кейін барып ақпаратты салу керек та. Мен сатсам саттым деймін да, мысалға. Сол енді мән-жайды білмей, үйтіп артық кетіп сала бермеңіздер. Жалпы посттарға активизм жинап, хайп жинап деп аман болыңыздар.